Қосымша құн салығының жиналуы қазір уақытта 2,5-2,6%. Ол не деген? Әрбір 100 мың теңгеден обороттан, товар айналымынан, әлде бүкіл обороттан біздер тек 2,5 мың теңге ККС арқылы бюджетке аламыз. Ол көп емес, жалпы айтқанда. Неге? Это средняя цепочка, ол орта цепочка, иә? Неге? Себебі сіз дұрыс айтасыз, ол тізімінде болады ғой. Мұнда мысалы біреу алады товарды, екіншіге сатады. Онда кіріс жағынан ККС болады. Мына кісі шамалы мүмкін бірдеме бір өндіріс жасайды, әлде жасамаса да, тек жалпы делдал болса, шамалы қосады да сатады. Айырмашылығы оның мына жақтан алған ККС, мына жаққа берген ККС-ың айырмашылығы 2,5%. Ең көбісі 2,6 біздерде. Бірақ ол деген нарыққа байланысты, салаға байланысты. Себебі мысалы біраз нарықта мына тұтынушылардың басқа жағдайлары жоқ. Азық-түлік нарығын алыңызшы. Азық-түлік нарықта ол деген эластичный, неэластичный нарықтар дейді. Эластичный нарық деген не? Ол деген мысалы баға өзгерсе, сұраныс та өзгереді. Баға жоғары болып кетсе, сұраныс төмендейді. Баға төмендесе, сұраныс өседі. Ол деген экономиканың заң. Сұраныс пен бағаның ортасында сондай корреляция бар. Бірақ кейбір нарықтар олар эластичный емес. Неге? Себебі басқа нарық жоқ. Амал жоқ. Қандай баға болса да аласың. Енді тамақ нарығы сондай. Сол себепте біздер босаттық тамақ нарықты. Әлеуметтік маңызды товарлардың нарығы ККС 0%.